Достар, сәлем. Сіздермен бүгін гамбургер жасайтын боламыз. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Есенбекова Майра. Бүгін сіздермен гамбургер жасайтын боламыз. Ең бірінші біз қамырын сыртындағы нанын пісіріп аламыз, дайындап аламыз. Ол үшін бізге ұн керек, сүт және су, сары май, тұз, қант керек. Тұз керек. Мен осы жерде сүтім салқын болғандықтан ыстық суымен араластырдым. Екеуін араластырып дайындап қойдым. Соны үлкен табамызға жартысын құйып, ашытқымызды және қантымызды салып апара жасап қоямыз. Егер сіз уақытыңыз тығыз болса, апара жасамай бірден кірсе берсеңіз болады. Апарамыз 15 минуттан кішкене дайын болғаннан кейін үстіне сұйықтығымызды құямыз. Қалған тұзымызбен араластырып қойған сұйықтығымызды құйып, үстіне ұнымызды, електен өткізілген ұнымызды салып, қамыр едейміз. Осы ортасында біз ерітілген сары майымызды құйып, үстіне қолымызбен әбден езіп, майымыз сіңгенше илейміз. Осылай езіп, қамырымызды илейміз, майымыз сіңіп, қамырымызға әдемі жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр дайын болады бізде. Осы қамырымызды алып, бетін жауып, қамыр ашқанша қойып қоямыз. Міне дайын болды қамырымыз. Осыны ашқанын күтеміз. Бізге котлетімізге осы заттар керек болады. Осыны дайындап бір шетке қойып қоямыз. Қамырымыз ашып көтерілді. Енді осыны бөліктерге бөлеміз. Мен 100 грамнан бөлдім. Сіздер өздеріңіз қалағанша кішкентай нандар жасасаңыздар да болады, бірақ 100 грамм жеткілікті. Міне 100 грамм болды. Осыны әдемелеп алақанымызбен домалақтап, немесе столға домалақтасаңыздар да болады. Осылай домалақтап, табамызға тізбектеп қоямыз. Содан кейін бәрін қойып, бөліктерін бәрін бөліп қойғаннан кейін бетін орамалымызбен жауып қоямыз. Ол көтерілу керек. Қамырымыздың бетін орамалмен жауып қойғаннан кейін әдемі болып ол көтеріледі. Оның ортасында біз котлетін жасайтын боламыз. Бізге осындай 400 грамм болды менде етім. Сиырдың етінен жасалған фарш. Соған бір ас қасық томат пастасын қосамыз, немесе кетчуп та бола береді. Одан кейін кукуруз крахмалы, жүгері крахмал, яғни жүгері крахмалын қосамыз. Одан кейін 2 орташа пиязымызды блендерден өткізіп алдық. Соны қосып, үстіне дәмдеуіш тұз және қарабұрыш және ұнатқан дәмдеуішіңізді қосып, араластырып, одан кейін осындай бір жұмыртқаны жарып араластырамыз. 1 келкі массада болады. Осыны дайындап қоямыз. 5 минуттай кішкене тұру керек, крахмалымыз сіңу үшін. Осындай болды. Енді осыны қолымызды майлап, алақанымызды. Менде 102 граммнан болды котлетіміз. Мен таразымен өлшеп алдым. 102-106 граммнан болды. Негізі 120-130-дан жасасаңыздар да болады. Осылай домалақтап дайындап алғаннан кейін қолымызбен, 2 алақанымызбен жайып отырып, ысып тұрған майымызға шетінен пісіріп аламыз. Қолыңыз кішкене майлы болсын. Міне осылай 2 алақанымызға кезек-кезек сала отыра, осылай жұқалап жаямыз. Үлкен қылып, жалпақ қылып жасай беріңіздер, себебі бұл ет піскен кезде жиырылып
кішірейіп қалады. Сол үшін міне алақанға салғанда алақаннан үлкенірек қылып жайып, ысып тұрған табамызға, майымызға салып қуырып аламыз екі жағынан. Оны содан кейін пешімізге салып, соңына дейін пісіреміз, себебі іші піспей қалуы да мүмкін. Міне осындай жалпақ, жұқалап пісіреміз. Дәмі әдемі болады. Томатты қоспай қоймаңыздар. Томат әдемі, кәдімгі бургерныйдағы кафеде беретін бургер сияқты дәмі әдемі болады. Томат немесе кетчуп қосыңыздар, бір ас қасық жеткілікті. Осылай қуырғаннан кейін, барлық котлетімізді қуырып алғаннан кейін, табамызға тізбектеп қойып, пешімізге саламыз. Булочки, міне сыртындағы наны көтерілді. Осыны жұмыртқаның сарысымен бетін жағып, үстіне күнжіт, мак сеуіп пісіреміз. 180 градуста 20 минут жеткілікті. Міне ішіндегі котлетамызды соңына дейін қуырып алдық. Менде 7 котлета шықты. Бір ғана жетпей қалды. Бір бургерға жетпей қалды етім. Мен сырды осына чизбургер деген президенттің сырын қолдандым. Сіздер комо, сметанковый, моцарелла қолдана берсеңіздер болады. Бөлек ыдысқа кетчупымызды сығып аламыз. Үстіне майонезді қосамыз, араластырып дайындап қоямыз. Бұл қамырымызға, яғни нанымызға жағатын сұйықтық. Котлетамызды пісіріп алғаннан кейін, духовкадан ыстықтай алған кезде осы сырларды бетіне қойып қоямыз. Сол кезде өзі еріп жиырылады. Міне көрініп тұр видеода. Нандарымыз да дайын болды. Міне жұмсақ үлпілдек болып піседі. Осы менің рецептіммен жасасаңыздар, осындай әдемі гамбургер жейтін боласыздар. Отбасыларыңызды қуантыңыздар осы гамбургер жасап. Бұны жай нан қылып пісіріп жесеңіздер де болады, өте дәмді. Міне бәрін дайындап қойдық. Котлетамыз осылай пісті. Міне қатты жұқа да емес. Сол үшін қорықпай қолдарыңызбен жайып отырып, алақандарыңызбен үлкен қылып пісіріңіздер, ол жиырылып кішірейеді. Міне осындай болып пісті. Іші міне ыстықтай әдемі, жұмсақ. Міне жаңағы жасаған кетчуп пен майонезімізді, егер оливковый май болса, зәйтүн май болса, кішкене бір шай қасық қосып жіберсеңіздер болады. Осы кетчуп пен майонезге менде ол болмағандықтан осы екеуімен жағып жатырмын, жасап. Осылай нанымызды екіге бөліп, асты үстіне осы майонезбен кетчупты жағып шығамыз. Котлетімізбен сырымызды қойып, үстіне қияр, қызанақ, негізі салатный листья салсаңыздар жақсы болатын еді. Менде жақын дүкенде, үйдің қасында дүкенде таппағандықтан, мен осындай укроп қолдандым. Осылай кезек-кезек жағып, ортасына салмаларын салып, тізбектеп шығамыз. Котлетасы сочный, әдемі, себебі оның ішінде томат қосылғандықтан әдемі сулы болып піседі. Міне, менде 7 гамбургер дайын болды. Осындай әдемі, дәмді, тойымды, жұмсақ гамбургер дайын. Үйдегілерді, отбасыларыңызды, жақындарыңызды жасап қуантыңыздар. Сіздермен болған Есімбекова Майра. Келесі видеода, рецептте кездескенше,
астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.